Good morning, students. Today we are reading and learning about gerund. Геруndi зат есім не немесе етістік не істеу болуы мүмкін деген сұраққа жауап береді. Оның жасалу жолы етістікке ing жалғанады. Мысалы, travel, traveling. We'll know about the gerund. Бүгінгі сабақта ағылшын тіліндегі маңызды тақырыптардың бірі геруndi туралы білетін боламыз. Let's get started. Геруndi дегеніміз не? Алдымен осы сұраққа тоқталайық. Gerund, яғни геруndi, етістікке ing жалғану арқылы зат есімге айналуы. Мысалы, cook, тамақ пісіру, не істеу, не істейді деген сұрақтар қойылатын болса, cooking, тамақ пісіру, не деген сұрақ қойылады. Teach, үйрету, оқыту, teaching, үйрету, оқыту. Қазақ тілінде бірдей аударылғанмен, орыс тіліне аударып көрсек, кішкене түсініктірек болады. Мысалы, teach, преподавать, teaching, преподавание. Геруndi қазақ тілінде жоқ, ал ағылшын тілінде өте көп кездеседі. Gerund, герундидің аты қорқынышты болғанымен біліп алсаңыз өте оп-оңай. Яғни етістіктің бастапқы түріне ing жалғасақ, геруndi пайда болады. Сонда не істейді дегеннен не шығады. Яғни етістіктен зат есім жасалынады. Геруndi жаққа, райға жіктелмейді. Бұл сөздердің алдына артикль де қойылмайды. Жекеше, көпше түрде болмайды. Ол қазақ тіліндегі тұйық етістіктер сияқты. Мысалы, көру, жүзу, тұру, ойлау, бару, келу. Герундиді present continuous етістігімен шатастырмау керек. Мысалы, playing basketball is my favorite sport. Екінші сөйлем, we are playing basketball in the yard. Екі сөйлемнің қайсында геруndi бар? Дұрыс, бірінші сөйлемде геруndi. Playing basketball. Баскетбол ойнау менің жақсы көретін спортым. Ал екінші сөйлем present continuous жағында тұр. Біз аулада баскетбол ойнап жатырмыз. Яғни қазір болып жатқан іс-әрекетті сипаттап тұр. Ал енді герундидің қай кезде қолданылатынын білейік. Бірінші жағдай, геруndi сөйлемнің басында келіп бастауыш қызметін атқарады. Мысалы, learning English is not difficult. Ағылшын үйрену қиын емес. Бұл сөйлемде геруndi learning. To learn English is not difficult деп айтатын болсақ, онда оның мағынасы өзгеріп кетеді. Екінші жағдай, бір әрекеттің ұнайтынын немесе ұнамайтынын айтқан кезде геруndi қолданылады. Ол үшін мына сөздер қажет болады. Like, ұнату, love, жақсы көру, enjoy, рахаттану, hate, жек көру, dislike, ұнатпау, prefer, дұрысырақ көру, can't stand, шыдамау, төзбеу. Мысалы, I hate eating fast food. Мен фастфуд жегенді жек көремін. Hate сөзінен кейін геруndi eating қолданылған. She enjoys walking in the fresh air. Ол таза ауада серуендегенді ұнатады. Enjoys етістігінен кейін walking геруndi келіп тұр. They prefer traveling by train. Олар пойызбен саяхаттағанды дұрысырақ көреді. Prefer етістігінен кейін traveling геруndi келіп тұр. Яғни бұл сөйлемдерде геруndi етістік болып тұрған жоқ, ing жалғану арқылы олар зат есім болып тұр. Геруndi қолданылатын үшінші жағдай, көмекші сөздерден кейін. Көмекші сөздер деп отырғанымыз ағылшын тіліндегі prepositions.
олар for, of, at, on, in, to, after, without және тағы да басқа. Мысалы, thank you for helping me. Маған көмектескенің үшін рахмет. Thank you for, яғни for көмекші сөзінен кейін helping геронди болып тұр. We think of going to the cafe. Біз кафеге баруды ойлап отырмыз. Think of көмекші сөзінен кейін going геронди қолданылған. Dana is interested in learning Turkish. Дана түрік тілін үйренуге қызығады. I'm not good at climbing mountains. Мен тауға өрмелеуден онша емеспін. Тағы бір мысал, you will never speak English without learning grammar. Грамматиканы үйренбей, ағылшын тілінде сөйлей алмайсың. Without дегеніміз болымсыз мағынаны білдіретін preposition. Осы көмекші сөзден кейінде геронди қолданылады. Төртінші жағдай, it's no use, it's no good, it's not worth, немесе it's worth фразаларынан кейінде геронди қолданылады. Мысалы, it's no use arguing about it. Ол туралы ұрсысудың пайдасы жоқ. It's no good trying. Тырысудың пайдасы жоқ. Яғни, it's no use, it's no good фразалары пайдасы жоқ деген мағынаны білдіреді. It's not worth paying more. Көп ақша төлеуге тұрмайды. This video is worth seeing. Мына видеоны қарауға тұрарлық. Ал герондидің болымсыз түрін жасау үшін герондидің алдына no және not сөздерін қоямыз. Мысалы, no parking. Тұрақтауға болмайды. No park деп айту қате. Автокөлікті тұрақтауға болмайтын белгілерде кездестіруге болады. Сонымен қатар бұйрық қайды білдіретін бұл сөздерді әртүрлі белгілерде кездестіруге болады. Мысалы, no sitting, no littering, no smoking. Тағы бір мысал, I prefer not wasting a lot of time. Мен көп уақыт жоғалтпауды дұрысырақ көремін. Prefer етістігінен кейін not wasting болымсыз геронди келіп тұр. Not wasting дегеніміз жоғалтпау деген мағынаны білдіреді. Жалпы, герондидің алдында қолданылатын арнайы етістіктер бар. Ол етістіктерді төменге жазып қойдым.